Сан бұлшық еттері топографиялық орналасуына қарай алдыңғы топ бұлшық еттері, артқы топ және медиальды топ бұлшық еттеріне бөлінеді. Алдыңғы топ бұлшық еттерінен бастаймыз. Бірінші тігінші бұлшық ет, мускулюс сарториус деп аталады. Пішіні таспа тәрізденген бұлшық еттер ішіндегі ең ұзын бұлшық ет болып табылады. Ол мықын сүйегінің алдыңғы жоғарғы қылқаннан бастау алады және төмен қарай бағытталады. Және де сіңіршеге ұласады. Сонымен қатар бұл сіңірше асықты жіліктің медиальды айдаршығын жанай өтетін болып табылады және осы жерде мускулюс грацилис, яғни нәзік бұлшық ет, сонымен қатар жартылай сіңірлі бұлшық ет мускулюс семитендинозустың сіңірлерімен қосылады және осы жерде пes ансерина қаз аяқшасын құрауға қатысады. Және дәл осы арқылы ол асықты жілік бұдыры тубероситис тибияға барып бекиді. Негізгі қызметі сан мен сирақты бүгу, санды алшақтату және сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Санның төрт басты бұлшық еті мускулюс квадрицепс феморис. Өзінің атайып тұрғандай төрт басы болады. Төрт басының дербес басталар төрт нүктесі болады. Әрқайсына тоқтала кететін болсақ, біріншісі мускулюс ректус феморис. Санның тік бұлшық еті. Санның төрт басты бұлшық еттерінің ішіндегі ең ұзын орналасқан бұлшық ет болып табылады. Бұлшық ет талшықтары жұқалау және де жалпақтау келген сіңіршелер арқылы және бұлшық еттер арқылы мықын сүйегінің алдыңғы төменгі қылқаны спина илиака антериор инфериор және жамбас ойысы фосса цитабулидің жоғарғы саласынан бастау алатын болып табылады. Төмен бағытта өтеді және бұл бұлшық ет төрт басты бұлшық еттің қалған сіңіршелерімен қосыла отырады. Сонымен қатар тізе тобығын үш жағынан қоршап лигаментум пателия, яғни тізе тобығы байламын түзуге қатысады және әрі қарай тубероситис тибия асықты жілік бұдырына барып бекитін болып табылады. Мінекей мына жерде. Келесі санның жалпақ медиальды бұлшық еті мускулюс вастус медиалис деп аталады. Жалпақтау келіп, ортан жіліктің медиальды қапталында орналасатын болып табылады. Бұлшық ет талшықтары ортан жіліктің ұршығаралық сызықшасы линия интертракантерика және бұдырлы сызықшаның медиальды ерні лябиум медиали линия асперадан және сан бұлшық еттердің бұлшық ет аралық медиальды табақшасынан септум интермускулярис медиалистен бастау алатын болып табылады. Төмен бағытта өтеді және тізе тобығының сүйемелдеуші апоневрозды медиальды табақша, мінекей мына жерде ретинакулум пателия медиалины құрауға қатысатын болып табылады. Және әрі қарай ол басқа да бұлшық еттердің сіңіршелерімен қосылып тубероситис радиға барып бекиді. Келесі санның жалпақ латеральды бұлшық еті мускулюс вастус латералис. Санның төрт басты бұлшық етінің ішіндегі ең көрнекті бұлшық ет деп атаймыз осыны. Бұлшық ет талшықтарының жоғарғы бөлігі оның санның жалпақ шандырын керуші бұлшық етпен, ал төменгі алдыңғы бөліктері мына санның тік бұлшық етімен беттесі орналасатын болып табылады. Бұлшық ет талшықтары ортан жіліктің үлкен ұршығы тракантер майрус феморис және ортан жіліктің бұдырлы сызықшасының латеральды ерінен лябиум латерали линия асперадан бастау алатын болып табылады. Төмен қарай бағытталады және тізе тобығының маңында оны бекемдеуші латеральды табақша ретинакулум пателия латералисті құрауға қатысады. Мінекей мына жерде. Және әрі қарай басқа сіңіршелермен қосылып тубероситис радиға барып бекитін болып табылады. Санның жалпақ аралық бұлшық еті мускулюс вастус интермедиус. Бұлшық ет санның жалпақ латеральды және де медиальды бұлшық еттерінің аралығында мускулюс ректус фемористің ішкі қапталында орналасатын болып табылады.
Ол ортан жіліктің алдыңғы бетінен және ұршық аралық сызықша линия интертрахантерикадан бастау алатын болып табылады, төмен қарай бағытталады және де санның 4 басты бұлшық етінің жалпы сіңіршесін құрауға қатысады және басқа да сіңіршелермен бірігіп, бұл да тубероситес радий асықты жілік бұдырына барып бекитін болып табылады. Бұлшық еттің негізгі қызметі жамбас буыны мен тізе буынын жазу қызметін атқарады. Қалған медиальды, латеральды басы бұл тізе буынында сирақты жазу қызметін атқарады. Тізе буыны бұлшық еті мускулюс артикулярис генус деп аталады. Сыртқы пішіні жалпақтау келетін 4-5 будадан құралған бұлшық ет болып табылады. Ол бұлшық ет ортан жіліктің дистальды бөлігінің алдыңғы бетінен бастау алады, төмен қарай бағытталып, тізе буыны қапшығына барып бекиді. Негізгі қызметі тізе буыны қапшығын тартып керу болып табылады.